Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Қара өріктен, яғни сливадан жасалған компот рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Компотты жабу үшін бізге қант, қара өрік, су керек болады. Банкілерімізді сумен жуып аламыз. Менің банкілерім таза болғаны үшін жай таза суға жуып алдым. Оларды кептіріп аламыз. Қара өріктерімізді, яғни сливамызды жуып, жапырақ шөптерінен ажыратып аламыз. Оны 2 рет таза суға жуамыз. Компотқа құятын суымызды сырлы ыдысқа құйып, газға отқа қойып қойдым, қайнауы үшін. Қайнап дайын болғанда компоттың үстіне құюға. Келесі жаңа видеоларымды көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын әдемілеп, жуып аламыз. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында жасалған компотымыз дәмді болып шығады. Әдемілеп жуып алдық. Мен 2 рет жудым, әдем болып шықты. Енді банкілерімізге салып, жауып бастаймыз. Компотты жабу үшін банкілерімізді қайнаған судың буына осылай ұстап аламыз. Мен 10 минутқа ұстап алдым. Содан кейін банкімізге алып, қара өріктерімізді саламыз. 5 минутқа үстіне қайнаған су құйып, қара өрігімізді қанша құямыз, 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін суымызды төгіп тастаймыз. Онан соң қантымызды саламыз. Үстінен қайнаған суымызды толғанынша құямыз. Қақпағын жауып, закрывалкамен жабамыз. Менде осындай болып шықты. 3 литрлік, 2 литрлік банкілерге жаптым. Қанты еруі үшін оны қозғап аламыз. Мен өзім осылай қақпағын астына қаратып қойдым, үстіге қаратып қоюға да болады. Осылай компоттарымызды жаба береміз. Менде осындай әдемі, светлый болып компоттарым шықты. Қыста қонаққа қойғанға, балаларымыз ішкенде өте дәмді болып шығады. Барлық банкаларымыздың қақпағын жауып болған соң, оларды ыстықтай орап тастаймыз. Сіздермен болған Бибі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.